Ой, құрсын тұрайын. Сағат неше болды екен? Мама қайда өтіп қалған? Мам? Ой, сәлем берді, мам. Амансың ба? Сен сағат неше болған білесің бе өзің? Мам, кешіріңізші, кішкене ұйықтап қалып едім. Кішкене? Айналайын, сағат 1 болды. Адам деген 9-да тұрмай ма сағат? Уже бұл түс, обед емес. Кешіріңізші, мам. Кеше білмеймін, кеш жатқасын ба. Бүгін солай тұрып қалыппын. Сөзді көбейтпеш. Бар, түс астына. Тез тамақтайын да. Назым күтіп қалатын болды. Жақсы. Тез болшы, тамақ жасашы тез. Я, мам, қазір. Не жасасам болады екен, Жүре ғой, қызым. Назым келе ғой, отыра ғой. Қайырлы таң, Назым. Қайырлы таң. Енді тұрып жатсың ба? Құрсын, Айгерім, сен ерте тұратын едің ғой, саған не болды? Ой, не болды? Мен бір кеш тұрып қалып едім, барлығыңыз мен бетіме басып. Ей, жаба осынды. Не сен сөйлейін деп едің? Үндемей отыр кәне. Назым жан, тамағыңды іше ғой, ас болсын. Рахмет. Қалай ұйықтадың, Назым жан? Барлығы дұрыс па? Я, мам, рахмет. Күшті ұйықтадым. Иә, жақсы. Тойып жеп ал, Назым жан, ас болсын жаным, же ғой. Ей, келін, сеп тұрсың, бар бөлмеңге. Я, мам, қазір мен Назымнан біраз сұрайын деп едім. Назым, ғой, сенде кешке тойға киюге киім бар ма? Кешке біз жолдасым екеуміз киім алайын деп едік. Я, ала берші. Рахмет. Шкафымда тұр ма? Я, жүр көрсетейін. Ой, рахмет, Назым. Қай жағында көрсетіп берсең? Не өзің киім сатып алмайсың? Өткенде ғана сатып алып берген жоқпын ба? Енді ол басқасы киіп барайын деп едім, просто мен өзіме алмай едім. Жақсы, қазір берем, күте тұршы. Жақсы, рахмет. Ей, келін, қайда бара жатсың, маған айтпай? Мам, мен сізге айтуды ұмытып кетіппін ғой. Біз кешке Марат екеуміз тойға кетіп бара жатырмыз. Кімнің тойы? Менің мамамның сіңлісінің қызының тойы ғой. Құда шалар дейсің. Мен шақырған жоқ па? Жоқ, білмеймін, айтқан жоқ. Мам, біреуін ал. Вау, күшті, рахмет. Қазір қарасын, не болмаса сарысын киіп көрейін. Білмеймін, біреуін кеш. Сосын ластатпаш. Жақсы. Үйдің тірліктерін сонда кім істейді? Мам, мен келем ғой, тез келуге тырысамын. Онысы да барлығы таза ғой. Ай, сен той деп барлығын тізіп кетейін деп тұрсың ғой, Жоқ, мам, тез келуге тырысамын. Соқшы өтірікті. Қазір мына екеуін бөлме барып киіп көрейін, жарасса соны керім. Жақсы. Бүлдірмейсің ғой? Я, әрине, рахмет. Ана келін қайда жоқ болып кетті? Тойға барым, сенің барлық киімді құртып жатқан жоқ па? Бір қарап келсенші. Бір киімді ұрлап кетпесін. Жоқ, жаңа 2 киімді бердім ғой. Киіп қарап жатқан шығар. Назым, жаңа сен маған айтпақшы бір нәрсе айтам деп едің ғой. Ол не нәрсе? Ұмытып кетіппін ғой. Жүрші, оны шағам. Жақсы, не болды? Жүр. Қазір, мам, мен келемін. Ей, не болды? Мен не жасып жатсыңдар? Жоқ, мам, қазір. Я, Назым, не айтайын деп едің? Айта берсенші, қысылмай. Көмек керек пе? Не болып жүр? Айтсаншы, Назым, неге үндемей тұрсың? Мен 2 қабатпын, оны мама білмейді. Мен қалаға қайтуым керек. Қалай? Назым, бұл өте керемет жаңалық қой. Шынымен бе сен аяғың ауыр ма, Назым? Я кеше қалаға барып тексерілгем. Рас болып шықты. Керемет. Мен сен өте қатты қуаныштымын, қанша дегенмен бірінші балдарын. Мәссаған, бұны тезінде мамамызға айту керекпіз ғой. Қандай керемет жаңалық, Назым. Шай басында айтайық, жүр кеттік. Я, қазір мен тезеп шайдайны жіберейін. Так, екеуін не сыбырласып келе жатсыңдар, Сен шайдайындаш, мен қазір мамам қасым бара тұрайын. Жүр айт. Шайға жүріңіздер, дайын болды.
Ал отырайық. Мә? Дастарханда жалтыратып жүрсіңдер ғой, Не деген тамақ мынау? Не деген? Әнжінде су, қара шай ішетін едік қой. Бүгін мынау деді. Бүгін бізде тамақ ерекше. Оның бір себебі бар, мам. Не себеп? Назым, бастасаңшы. Айтсаңдаршы. Қазір, мам. Ас болсын. Ал ас болсын, жақсы жейік. Мам, ау жаным, не болды? Айта ғой. Не керек? Не ғой? Қысылма, айтсаңшы. Не болды? Айта ғой, Назым. Мам, мен аяғым ауыр. Қасқа, не дейді? Сен аяғын ауыр ма, жаным? Мам. Мен кеше тексерілдім. Сен екі қабатсың ба? Мам. Қатты қуаныштымын. Ой, жаным менің. Наскүнтайым менің. Бұл керемет жаңалық болды ғой, Жаңа жылда жақсы жаңалықпен бастап жатырмыз, Қандай керемет. Жаным, мен сен үшін өте қатты қуаныштымын. Мам, мен де көріп таң қалдым. Керемет, құтты болсын. Рахмет сіздерге. Өте қатты қуаныштымын. Керемет. Енді, мам, мен қалаға қайтуым керекпін. Не үшін, жаным? Неге? Сені кім қуып жатыр? Тұра бермедің бе осында, Жүктердің барлығын әкелдің. Басқа не керек? Қалада мен жұмыстарым бар. Енді қанша дейм аяғым ауыр болғасын, ол жақта тексерілуім керек. Ауылда дұрыс ешқандай нәрсе дамымай қалған ғой. Өзіңіз түсінесіз. Жақсы. Түсінікті, жаным. Жақсы, қалаңға бара ғой. Сол жақта да заттарым бар, керек жарақтарын барлығын аларсың. Құдай қаласа, немереңіз ұл болып қалуы мүмкін. Ой, жаным, ұл деген керемет қой, Ұл деген ұрпақ жалғастырады, жаным, жарайсың. Басы аман болып туылса болғаны да, қалғаны өзі болар. Басы балаң дені сау болса болды. Жарайды. Демалыстарды келіп тұр, жақсы ма? Мен 2 күннен кейін қайтамын. Оған шейін сіздердің қастарыңызда бола тұрайын. Жақсы, 2 күн бола тұр. Сіз асықпай қайтарсың. Жақсы, мам, рахмет. Мам, кино көрейікші. Көргім келіп тұр. Әрине, жаным, не көргің келеді, барлығын айта қой маған. Қазір қосайық, не болып жатыр екен теледидарда, Әйгерім, сенде қашан бала болады екен, Білмеймін, бұйырып қалар бізге де. Бұл әлі жыр ғой. Не бер емес, не әр емес. Ешқандай нәрсесі айтпай жатыр. Жаным, өзі жап-жас болса, үйрен міне Назымнан. Сен құсап жүрген жоқ. Жаным, өзі жап-жас бола тұр, маған қараш, бір ұл сыйлайын деп отыр. Жаным сол. Әйгерім, сосын Назым не жегісі келеді, барлығын алып келетін болды дүкенге шауып барып, түсіндің бе? Қанша дегенмен бір нәрсеге жерік болу мүмкін, біраз жегісі келеді ғой? Мам, барлығын білемін ғой. Назым не жеген келеді, маған айта бер, мен өзім бар алып келем. Рахмет, қандай керемет. Аяғым ауыр болғаны күшті болды ғой, рахат. Керемет. Назым, мама өте дұрыс айтады. Саған енді ауыр ұстауға болмайды. Не қажет, барлығын менен сұрасам болады. Әйгерім деп шақырсаң жетіп келемін ғой. Барлығын өзім көрсете аламын, көмектесем, уайымдама. Рахмет. Жүрі жақсы, кеш батып кетті, саған ерте жату керек қой. Бөлмеңге барып төсе салып қоя берейін. Қандай керемет. Өзінің баласын дүниеге әкелейін деп жатыр. Менде біреуі де жоқ. Жақсы ештеңе етпес. Бізге де бұйырып қалар. Болдың ба? Жата бер. Сен әлі де киіміңді ауыстырып, пижамды киіп, 2 сағат дайындалады екенсің ғой, Әрине, бұлай жатып қалмайды шығар менде. Керемет. Назым, сен жата бер. Айтпақшы, бүгін көйлегіңді киіп көрдім. Ересіп тұр, рахмет саған. Қазір тойға тез барып келейін. Тез келуге тырысам. Сен оған шейін ұйықтай бершеш. Әлі ерте ғой.
сонда да жата бер. Жақсы, мен кетейін. Свет сөндіріп кетейін, иә? Қазір. Рахмет. Жақсы, сау бол. Мам, мен кете берейін, иә? Бар, тез келетін болсасын. Иә, рахмет. Тез барып келейін. Әйтпесе мен тірде жұтатын түрлері бар.